Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. 18 күндік тамаша саяхатымыз аяқталды. Монғолия елін, Бурятия елін, Ресейді аралап қайттық. Аман-есен елге оралдық. Енді бұйыртса әр жүрген жолымды, не көргенімді барлығын бөліп видео салып отырамын осы каналға. Жазылып қойыңыздар каналға, қоңырауды басып қойыңыздар. Салға видеоны жібере алмас үшін. Дәл осы видеода не көресіздер? Бұл видеода Атыраудан Астанаға дейін қалай жеткеніміз, пойыздың жағдайы, Астанадан қай автовокзалдан отырады, автовокзалдың жағдайы, ішінде не бар, жолаушыларға қандай жағдайлар қарастырылған, автобустың жағдайы, билет алған мезгілде қандай мәселелер туындауы мүмкін, және жол бойы қанша рет тоқтайды автобус, қандай шекаралардан өтеді, шекарадан қалай өтеді, толық ақпаратты осы видеодан көресіздер. Соңына дейін қарап, видеоны бағалап, лайк басып, Монғолияға барайын деп атқан, жоспарлап атқан адамдармен бөлісіп қойыңыздар. Өз көлігіңізбен шықсаңыз, қай жерлерге тоқтауға болады, бензиннің бағасы қандай, жолдағы тамақтың бағасы қандай, толық ақпарат болады осы видеода. Бір ескерте кететін жағдай, егер автобуспен шығатын болсаңыздар, кем дегенде бір 2000-3000 рубль ауыстырып алыңыздар. Жолда тамақтануға, бір базарлардан тоқтап жатса, бірдеңелерді алып алуға деген сияқты, үйге сыйлық. Атырау вокзалы бұйыртса жолға шығайын деп жатыр қал. Жаням шығарып салып жатыр. Балдарым міне жүр. Есімім Берік, Атырау қаласының тұрғыны. Саяхатты өзім жақсы көремін. Бұрын саяхаттаған мезгілде ютубтан іздейтінмін. Қалай барсам болады, барлығы орысшада іздесең. Соның өзім қазақша түсіріліп, Қазақстаннан шетелге бірінші рет шығатын, мысалға бірінші рет танысқан адамдар болса, менің видеомды қарап, содан керегін алады деген оймен. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Алла бұйыртса, саяхатымыз бүгін басталып жатыр. Атыраудан қозғалып жатырмыз, сағат кешкі 10:30. Өткеннен бастап айтып келе жатқандай, Атыраудан Монғолияға ең арзан жолмен баруды көрсетемін. Осы жолы көздеріңіз көріп тұрғандай плацкарт болған. Бұйыртса 1-2 күнде Астанада боламыз. Жол бойын көрсетіп отырам. Пока шығын тек Атыраудан Астанаға дейін 13 000 теңге плацкарт билет. Арғартай автобустың жағдайын көрсетеміз. Қалай баратын. Бір рюкзакпен саяхатқа шығып батырық. Плацкартта баяғы вайп әлі бар екен. Ана жүріп сап жүреді ғой. Тағы талқан сап жүр. Тары талқанды байқайлап. Бір табиғатты тамашалайын десең, терезеден отырып, терезең жағдайы мұнау. Түсіп, өзің жуып алғың келеді терезең кәдімгі. Хромтаудан асып бара тұрып, бұйыртса Атыраудан шыққалы әлі интернет жоқ қой. Станцияға тоқтайсың, 3G азар ұстайды. Жіберетін материалдарды жібере алмай жатырық. WhatsAppпен де кетпейді. Населенный пункттар толып тұр, бірақ интернет жоқ. Обал не керек, микроволновка бар, бірақ жасамайды. Тек аты. Холодильник бар, ол да жасамайды. Атыс жуатын ешқандай құралдар жоқ. Енді баяғы пешіміз өзіміздің. Вагон новый. Су қайнататын система баяғыша. Жамандап жатыр деп ойламаңыздар. Тек қана жаман жағын көреді екен деп, бірақ өзім көзіммен көргенімді айтып жатырмын. Мынада сабын болған жоқ. Жерде қағаз орамал мүлдем болған жоқ. Мінгелі туалеттің бетіне қоятын қағаз болған жоқ. Әжетхана қағазы болған жоқ.
Беті ашық тұр. Жағдай осындай. Жалпы бұрынғыға қарағанда өзгерген. Гёте көшесі 5 Сапаржай автовокзалы. Сағат таңғы 7:30. Біздер автовокзалға келдік. Бұйыртса осынан қазір қозғаламыз. Сағат 8:30-да жүреді автобус. Астанада түнімен қар жауды. Келетін болсаңыздар, мекен-жайы осы. Автовокзалдың ішін көріп шығайық. Рентген стойкалар жинап қойыпты мына шетке. Іші жалпы үлкен екен. Жылы жақсы. Мына жерде ақпарат тақтасы. Біздің автобусымыз 8:30-да жүреді. Бұйыртса 9 қаңтар 5:40-та Баян Өлгейде боламыз. Бос орын жоқ, 50 адам толық автобус. Мына жерде хостел бар дейді, бір койка 3000 теңге. Егер Астанада жататын жерлерің жоқ болса, осындай жерден келіп жатып болады. Мына жерде телефон номері бар екен. Ана мен бала бөлмесі, мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған жатақхана. Мына жағында қонақ үй дейді. Демалыс бөлмесі, туалет находится в зале ожидания. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған туалет. Администратор. Мына жағында туалет, душ 30 минут 1000 теңге. Жатақхана 100 теңге. Демалатын номер. Администратор дейді. Осы номер арқылы, бос номер бар ма жоқ па? Білгілеріңізге болады. Саламатсыз. Егітпен сұрақ жөрейші, бола ма? Номер қанша тұрады мұнда? Қандас? Қандас? Номер қанша тұрады? Неменеге бүйтіп түсіріп тұрсыз? Жоқ, ютубқа түсіріп жүрмін. Екінші этажға администраторға барыңызшы. Ютубқа обзор жасап жүрмін. Екінші этажында да қонақ үй бар екен. Қазір сондан администратор сонда дейді. Сұрап көрейік. Екінші этажда да отыруға ыңғайлы жерлер бар екен. Қонақ үй. Екінші этаждағы. Қонақ үйдің бағалары. Екінші этаж. 4000 теңге. Телефон болса. Здравствуйте. Меня Берег зовут, я снимаю ролик для YouTube. Хотел узнать цены и условия гостиницы, если можно. За сутки, да, у вас? Или только ночь? Сколько стоит? 4-5. В зависимости от чего? 4-5. Душ все входит, да? Там душ есть, номер с душем. Ага. За 4000 можно туалет. По этому номеру можно обращаться и узнавать, да, получается? Ага. В Ютубе, ой, в этом, в Тугисе есть. Все, рахмет. Общий номер 4000 теңге дейді. Туалет пен душ бірге болады. Ал егер 5000 теңгені алатын болсаңыз, душы бөлменің ішінде дейді. Жалпы тыныш, жақсы. Автовокзалдың дәл түбінде мынандай қонақ үй бар екен. Адамға билет бөлек алынады, және қол жүктерге билет бөлек алынады екен. Бір ауыз айтып өтсеңіз, қанша тұрады? Жүкке жеке алынады, билеттің құнынан 20%. Мысалы 10.000 теңге болатын болса, 2000 теңге жүкке болады. Жүктің өзінің өлшемі бар. 20-40-60. 20-40-60-тан кем болатын болса, онда қол жүгі болып есептеледі дағы, оған төленбейді. Одан асып кететін болса, жүкке жеке төленеді. Өлшем бірлігі ана жерде бар, платформада бар. Самолеттегі қол жүгіне кіретін болса, қол жүгі болып саналады, оған ақша алынбайды. Самолетте онда мынандай чемодандар мысалға мына қол жүгі болып саналады. Онда салмағына байланысты ғой самолетте. Бізде салмағына емес, өлшем бірлігі, көлеміне байланысты. 20-40-60-тан асатын болса, онда төленеді. Мен сонда 20.000-ға билет алдым, соның 20%, да? 4000 теңге. 4000 теңге болады. Болды, түсінікті, рахмет. Жаңа айтып өткендей, мынандай үлкен сумкаларға бөлек ақша алынады екен, мынандай. Қазір моңғолиялық ағайындар қырғын затпен баратыр. Біз сияқты жеңіл баратқан жоқ. Мына жүктің барлығына ақша төлейді. Мына біздің рюкзактарымыз қол жүк болып саналады. Бұған ақша алмайтын болды.
Біз осындай заттармен кетіп жатырық. Мыналарымыз сыйлықтар. Мына жақтағы ағайындарға беретін. Мыналар енді өзіміздің жүгіміз. Сағат 8-де дүкен ашады екен. Дүкеннің ішінде бәрі бар. Біздер жолға су алып жатырық. Қой жарайды, болды. Бір баклаш қалсаң жететін бар. Без. Разница жоқ, братан. Мына жақта качаться істеу екен. Осындай жолға алып кететін заттардың барлығы бар іште. Зарядка телефоны күтіп тұр. Сонда телефонды сізге қалдырып кетеді, сіз зарядта бересіз, 100 теңгеге да. Тағы қандай көмектер бар жолаушыларға сіздердің тараптан? Сол. Тек зарядта бересіз болды. Телефон қой. Ана нелер иіссулар? Грамдап сатылатын ба или? Жоқ, өзіңіз. Өзіңіздікі ма? Отырғызу басталып кетті. Қазақстаннан Монғолияға осындай адам жүреді екен. Қаншама жүктің барлығын тығып жатыр ішіне. Біздің рюкзактарымызды ішке алып кіруге болады екен, рюкзакпен болатын болса. Сумканың барлығын астына тығады. Бұйыртса қазір отырамыз. Бісміллә деп кірейік автобусқа. Бісміллә. 9-20. Менің орным 20. Автобус жаңа, комфортный, жақсы екен. Концерт болып отыр. 20-шы орында менің билетімді 2 адамға сатып жүрген екен. Қазір жерде билет сатушылар екеуі бір орынмен келіспейшілік болып жатыр. Сондықтан билет алатын болсаңыздар, онлайн алып қойған дұрыс екен. Ертерек алып қойсаңыздар, басынан да мына жерден сатып жібереді билетті. Сосын осындай жағдайға тап болуы мүмкін. Мына бір жігіт билет сатып жүрген. Кассадан бөлек сыртта билет сатып жүр. Осы жігіттің сатып жүрген билеті 20-шы орын. Екеумізге бірге келіп қалып отыр. Билетпен тағы проблема болып отыр. Екі жақтан сатып жүрген. Көмірбай. Көмірбай кім? Подождите, Шелек, Батир кім? 5-6-7 үш орын сатып жүрген. Уменбай. Живек, а? Все тогда. Астанаға Баян-Өлгейден келіп, жаңа жыл қарсы алып кетіп жатқан бауырымыз Батбек деген өзім. Монғолияның паспорты қандай болады екен. Астанадан шыққалы 3 сағат болды. Сағат қазір 11:30. Ақмола облысы мен Павлодар облысының екеуінің шекарасында бірінші тоқтау, әжетханаға тоқтап жатыр. 3 сағаттан кейін бір тоқтайды өшіп. Астанадан шыққалы 2 остановка Павлодарға жақындап тұр. Сағат түскі 2:30. Осыдан кейінгі келесі остановка тамаққа тоқтаймыз, тамақ ішуге. Павлодардан шықтық. Енді бұйыртса тоқтамастан шекараға дейін жүреміз дейді. Өйткені боран болып кетіп, жол жауып соғуы мүмкін дейді. Екі жүргізуші кезектесіп айдап келе жатыр. Шекарадан өткеннен кейін Ресейдің аймағында жол тазаланып тұрады, жол жабылмайды екен. Қазақстаннан тездетіп шығып кетуіміз керек деп
жасап жатыр қазір. Сағат кешкі 5 болды. Қазақстанның шекарасына жеттік. Қазір бір шекарашы кіріп автобустың ішін қарап шықты. Қолымды шекарасы. Пост. Заттарымды шығарып қойып, автобус тексеріп отыр. Ресейдің шекарасына кіргеннен кейін бірінші аялдама. Шекарадан өткеннен кейін көп ұзамай 10-15 минуттан кейін тоқтайды. Асхана. Мына әжетханасы. Бағалары мынандай. Теңге болса 200 теңге, рубль болса 20 теңге. Суммен де ала береді екен. Іші таза, жақсы. Оппа. Мына жағы асхана. Мына біздің автобус. Тез-тез шайларын ішіп алыңдар деп тоқтады. Ресей нөмірін көптер. Өте бар екен. Жолда сушына, виза береді. Той тажамда келуіңді. Так, асханада жалпы не бар? Bir қарап жіберейік. Сулар 100 рубль, 100 рубль. Литровый, добрый кола дейді. 100 рубль. Добрый, фанта. 150 рубль. Бәрінің атын өзгертіп салған. Энергетиктер 100 рубль. Бери. Ыссы тамақ, в общем, жетпей қалды бәріне. Энергетиктерге. Салам алейкум, братан. Монголия, вперед. Өзбектің жігіттері саудан айырып жатыр жақта. Өзбек қой да, дұрыс па? Өзбекстан ба? Таджик. А, Таджик? Таджикистан. Бір кесе шай алып, қасымыздағы бауырымыздың алып қойған тамақтарын жеп. Бұл жердің тамақтың бағалары осындай, паузаға қойып қарап аласыздар. Бірақ кейбір тамақ бар, кейбір тамақ жоқ, в общем. Зал үлкен. Ресей шекарасынан өткеннен кейінгі екінші аялдама Алтай өңірі, Алтай Республикасы. Әжетханаға тоқтап жатырмыз. Шамамен 4 сағаттай жүрдік. Бірінші аялдамадан кейін. Жаман емес, жақсы жүріп жатырмыз. Автобустың ішінде омыраудағы сәбиден еңкейген қартқа дейін бар. Барлығы жақсы жатыр. Негізі автобус ең қауіпсіз техникалық транспорт болып саналады екен, екі ортадағы. Таксилер біздегідей қатты жүреді, аварияға ұшырап тұрады дейді. Сондықтан көбі осы автобусты пайдаланады екен. Жақсы жатыр. Бұйыртса енді көбі өтіп азы қалды. Душы бар, туалеті бар, аялдама екен. 24 сағат дейді. Душ 150 рубль, туалет 20 рубль. Женский, мужской. Сыртта ауа райы керемет болып тұр. Минус 22 градус аяз. Жел жоқ. Тамаша болып тұр. Бір 10 минуттай тұрдық. Бой жазып кішкене тамаша. Сапарымызды жалғастырамыз. Автобустың ішіндегі обстановка. Біздің орнымыз жоғарда бос орын жоқ. Бензиннің бағасы Ресейдегі дизель 74, 92, 52 рубль, 95, 56 рубль, 98, 74 рубль. Барнауылдағы баға. Барнаул қаласының ішімен өтіп келдік.
Светофор көп екен. Ана жерге бір тұрады, мына жерге бір тұрады. Барнауылдан шағын өзінде. Жалпы бір тоқтап аралап шығуға тұратын қала екен да. Черри. Онда да Қытай көліктер. Қытай барлық жерде бар ғой. Барнаулдың әдемі жерлері бар екен. Кем бала екен. Енді шығып батырық. 40 минуттың үстінде жүрдік чисто Барнаулдың ішімен. Ресей шекарасына кіргеннен кейінгі 3-ші аялдама заправкаға тоқтап жатыр. Енді осыдан кейін ұзақ тоқтамаймыз дейді. Туалетке шығып алыңдар деп заправкадан түсіріп жатыр. Мынау Алтайдағы бензиннің бағасы. Бензин бағасы осындай. Ауа дейтін керемет болып тұр. Алтай Майма дейтін ауылдан өтіп отырық. Майма. Аты қызық. Таудың етегіндегі ауыл. Ауылдың үсті түтін болып тұр. Бәрі от жағып отыр. Түтіннің иісі шығып тұр, байқап тұрсың ба? Әне үйдің түтіні бөлек шығып отыр. Мына жермен өз көлігіңмен жүретін болсаң, Қазақстаннан Монғолияға жолда қонақ үйлер, баня, кафе толып тұр екен. Таудың етегінен салынған. Тоқтай қалып демала салуға. Мынаның барлығы қонақ үйлер бөлек-бөлек. Қонақ үйлер таудың етегінде. Мынандай серпантиндер бар екен. Сеткімен тартып қойған тауларды. Серпантин, мына жағы мынандай. Әдемі өте. Жақтан көтеріп қатырыпсыздар. Машина жүріп кеткен жолдан бүйтіп таудың арасымен көтеріп кетірік. Айналып. Таудың басына да мынандай базар кішкентай. Бір көше. Чебуреки. Өз көлігіңізбен шығатын болсаңыз, мына бұлақты көргенше қонақ үйлерге тоқтап қажет жоқ екен. Бұлақтың жағасында керемет қонақ үйлер бар екен. Мына жерде мал жайылып жатыр. Осындай демалыс орындары жетеді жолдың бойында. Шекараға 100 шақырымдай қалды қазір. Бәрі ағаштан салынған. Мен жүргенде жазда келіп демалатын болса тамаша болады. Таудың етегінде ар жағында бұлақ бар, үйлердің ар жағында бұлақ ағып отыр.
Так, Ресей шекарасына кіргеннен кейінгі 4-ші аялдама Арасан дейтін жер. Тек қана әжетхана. Тамақ ішетін жер жоқ. Кешке сағат 7-лерде тамақ іштік. Содан кейін әлі тамақ ішкен жоқпыз. Шекараға жақындағанда немесе шекарадан асқаннан кейін бір ішеміз енді. Автобуспен шығатын болсаңыздар, тамақтарыңызды алып шығыңыздар. Мына жерде шағын ақпараттық тақтасы бар екен. Карта, правила посещения дейді. Бұны бөлек фотоға түсіріп салып қоям, үлкейтіп қарап аласыздар. Мынау талдың басына байланған шүберектер моңғолдардың байлағандар дейді. Өткен көп екен өте. Мына жердің бәрінде талдың басына шүберек байланған. Мына жерде Георгиевский лента байлап қойыпты. Ана жерден ағып отыр әне. Көрдің бе? Тұрба сияқты бірдеңеден. Содан жинап алған дұрыс бар. Жерге мұздың бәрін бұрын ертіп ішкен. Алла. Жыл-жыл ғой мұзы дейтін. Салқын дейсің. Мына жағы бұлақ. Мына жағы көректің бар екен. Мына жағы ұш төмен қарай кетеді екен. Көлік өте аз жетіп атқан. Мына жағында жаңағы ағып атқан Арасан төмен қарай түсіп отыр. Мына жерде шөпірлердің движение жүріп отыр. Коньяк. Еден упаковкадан бұзып ішке салып отыр жайлап. Қайта барып беріп оласың. Нені, шишкі ма? Қарағайдың самыры. Нада жоқ, мұжды өспейді. Самырсын. Остардан өсіп мынандай самырсын. Көн болады мынандай. Мен болғанда сол Монғолиядан 92 жылы қоныс аударғам. Қазір Ақмола облысы Чотан районында тіршілік етем. 31 жыл болды Қазақстанға мекендеген. Атыңыз кім? Атым Қуанбай Ильясұлы деген. Руыңыз? Руым Итеді, орта жүз. Сол осы екі ортаға біраз кезінде автобуспен жүрген өзіме. 10-15 жыл осында автобус тасымалдап жүрген. Соны естіген тарихтарым ғой енді. Осы жердің халқы бар, өзіміздің халықтары бар, кәршалар, солар. Кәрелі естіген тарихтарымыз сол. Осы Қазақстан мен Монғолия екі ортасының шақырымы 1800-1900 шақырымдай болып қалады өзі. Алты әскер ортасы. Осы екі ортаның тарихтары жаңа мен оңғайдан бері айтып берейін. Ана шекі таман деген асудан астық қой жаңа біз. Тас кескенді, кескен тауды айтады өз қазақтар. Осылар мықты шал болған дейді. Қазақ тонаушы қазақ. Соған әкісі тонап асырмағанын дейді. Соның шекені... Кімді тонайды? Енді жүрген жолаушыларды. Көп тонайды екен де әкісі. Соған шеке атаман деп ат қойған дейді әк жерге. Шеке атаманның тарихы содан шыққан дейді. Сол енді Бискек ортасы 60 шақырым ғой Монғолиямен. Осы екі ортада енді әлі қай жылдар екенін білмеймін. Алғаш енді Монғолияның орнаған кезінде содан 10 тас дейді кіремен. Кіре деген сөз қазақша. Мысалы 50-60 түйені тіркеп алады да, яғни 10 түйені бір адам жетектеп отырады. Оны кіре дейді қазақша. Сол кіремен 10 тас дейді екен. Қапшықпен? Қапшықпен? Өдгөйді қамту үшін. Сонда бір түйеге 4 қап ұн саламыз дейді. Қанар болар, қанар қапшық болар. Қанар қапшық. Көлденең екеу, екі қапшық соны саламыз да, әңгіме тартамыз дейді. Соны бір ай жарым жүріп келеміз дейді. Қай жерден? Жолымда Бескіде, Алтайскінің Бескі деген қаласы бар. Өлгейге? Өлгейге Сағынұр деген бар, Ақкөл деген база бар үлкен жерде. Қазір көресіздер жол ортада. Базаға келіп жүреді екен оны. Үлкен база. Базадан соның Өлгейдің жаңағы сұмын ауылына таратады ғой әгі жерде. Сонда әгінің айтып отырмын ғой әгідерін жол ақысына әгідерін өзің айлығына.
бір қамын аламыз деп сөйтіп отыр еді шалдарымыз. Типа рэкет қой енді. Көрдіңіз бе? Жоқ, беретін жалақысы ғой бізге. Шалдарға беретін. Үкіметтен. Үкіметтен береді. Жоқ, ана жолда тонайтын кісінің. Ода тонаушы бар кісінің. Олар енді кейде кезікпейді дейді. Соны мына енді өзі шалдар айтады осы. Наша жаңағы жүріп келген жолдарыңыздың өзі сол. Жаңағы кезінде кіреnin жаяу жүрген адам, атпен жүрген адам, түйетін кіреnin жолдарымен соған бағыттап жаңағы асфальт салған деп айтады ғой өзі. Жол салған деп айтады. Иә, бұрынғы қалған жолдың үстінен, іздің үстінен асфальт салған. Солай тауып салған деп айтады. Жаңа тауды көрдіңіздер, тауды екі асып жатырмыз. Біреу жаңа Чек атаманның асуы дейді. Енді біреу болғанда жаңа Сани перевал дейді біз. Шаңғы тебетін бір несі бар. Сани перевал? Шаңғының несі бар. Дайындық жері. Содан тауды екі асып түседі. Қазір мен Монғолияға таядық біз ауылдасы. Жаңағы қос ең аяққа осы Алтайск крайдың аяққа шекарасы жаңағы Ақташ деген район. Осыдан енді 120 шақырым Ташанты Кілін шекарасына келеміз. Ташанты, шекараның арқалда сол Монғолия 100 шақырымдай жерде Байөкпе деген аймақ бар. Соған барасыздар. Оның ары кетсеңіздер жаңағы асты 2000 шақырымдай жүріп Монғолияның астанасы Улан-Баторға барасыздар. Бұйыртса. Жоспарымыз сондай енді. Сіз қазір Қазақстанда тұрып жатсыз? Қазір мен Қазақстанда тұрамын. Монғолияға не үшін барасыз қазір? Жай өзім машина. Қыдырып кетіп барамыз. Біраз жүріп қайтамын. Жыл сайын барып тұрасыз ба қалай? Мен жылда барамын. Мен өзі сол 30 жылдың ішінде осы жыл осыған екі ортада жүрген адаммын өзі. Қыста или жазда? Қыста да, жазда да жүремін. Негізі жазда жақсы, иә? Жазда болады, тамаша мынау. Қыстаға табиғат дұрыс көрінбейді, бәрі жамылған, қарған. Ой, мынаның өзін көру дейтін. Бар ма? Мынада енді қазір жүргенде жазда күзде қасқыр алманың бәрі тауда қар былай оған етекке түседі ғой мына. Бәрі көрініп тұрады осылар. Онда енді қазір мына таудың арасында аю болар, иә, орманның арасында. Білмедім, бар ғой енді қасқыр, түлкі деген мол енді. Ол көзі көрінеді жүргенде. Сол жаңа таудың етектерінде жоғарыларда жылқылар жайылып жүр, сиырлар жайылып жүрсе ойлап қойдым да, қалай жыртқыш шаңдар жоқ екен, оларды неге қамамайды екен деп. Бар ғой бұлай енді. Қалай демейтінмен бар жыртқыш шаң дегенде қасқыр көп қой мына. Қасқыр, тәуешкі, арқа, құлда дегенде олар жетеді. Бар жоғын білмеймін. Мына жағында қар қалың екен негізі. Жаңа жылқылар тұр, үйір. Енді төсіне тиіп тұр ғой қар тұрғанда, иә. Сонымен шығып кетеді осы. Алтайдың өз жылқысының бір несі сол ғой, аласа өседі де жылқылары. Иә, тапал-тақтау. Тапал болады. Содан кейін жаңағы Алтайдың өзінің табиғатына сәйкес келетін болып тұр. Солар тебінгімен себу жайып шығады осылар. Қолға тұрмайды. Жаңа көрдіңіз бе таудың басында тұрған жылқылар. Сол енді қыста шығып кетеді осылар. Мен ойлап едім, мына жақтың сиырлары не болар деп. Монғолияда яқ қой, жүні қалың. Яқ деп айтады, сардық дейді. Қодасы ғой енді. Қодасы, иә. Қодасы. Мына жақтың сиырлары ондай емес екен. Ондай емес, балалар болғанда Алтайсктің продасы бөлек. Қарапайым сиырлар екен. Сар сиыр дейді, сүттің сиырларына бәрі. Олар малы сүт жауады. Қодастан сүт аз ғой. Қодасы сүт аз болады да, қодасының сүттері қою болады. Енді қаймағың түскенде жаңағы жай сиырлардан мысалы 1 сантиметр түссе, қодасының 2-3 сантиметрге қалың түседі. Қою болады сүттері. Қазір Өлгейде қанша қазақ тұрады шамамен? Білмеймін саған. Сіздер тұрған мезгілде? Ода да білмеймін. Точно қазір. 120 мың, 200 мыңдай қазақ көшті ғой енді. Қазақстанға? Көшкендер солай. Қалғандар точно білмеймін. Қазір бір 50-60 мыңдай бар дейді. Қалай да бар ғой. Мұнайларға 4 миллион халық бар өзі. 4 миллион? 2024-тің санағында 3 миллион 600 ба сондай халық деп. Осы анда хабардайқа 4 миллион еші өледі, сондай болып. Қазақтар сол бергі үлкен екі аймағында тұрады ғой, Қобда аймағымен, жаңа Байөкпе аймағында тұрады. Улан-Баторда да біраз қазақтар тұрады өзі, жұмыс істейді сонда, жастардың бәрі көбі сонда жұмыс істейді ғой. Рахмет көп. Аман отырыңыз, аман жүріңіз. Жақсы жүріп, жақсы. Әрдайым жол болсын. Жолдарың болсын. Алла аман бастаған дендеріңе саулық берсін. Қайда сендер аман жүріңдер. Жортқан жолдарың болсын. Әмин. Қазақстанға сәлем жолдап қойыңыз. Барлық Қазақстандағы қазақ кісі бар адамдарға сәлем Монғолияда. Жақсы аға, рахмет көп. Жақсы. Ресей мен Монғолияның шекарасындағы
шетіндегі ауыл Қосағаш, Қош ағаш деп жазылған. Біздер Қосағаш деп оқып отырық. Үлкен ауыл екен, малы көп, жазық далада орналасқан. Ан жақтарында завод па бірдеңелер бар, түтін шығып жатыр. Монғолияның Ресейдің шекарасынан шығайын деп отырып кетсе, келіп отырып кетір. Дежде маған ұқсайтын жігіттер екен. Көрткісі бәрі бірдей. Альфард. Екі ортада жүретін таксилер Альфард. Монғолияға 90% бензин Ресейден кіреді екен. Мынау сол келіп жатқан бензин. Кеден, Ташанты. Ташанты деген жерде. Ал Ресейдің шекарасынан шығайын деп жатырық. Бұл жерде видеоға түсіруге болмайды. Ташанты шекарасын, орыстың шекарасын ұзақ өттік. 2 сағатта. 2 сағаттың үстінде өттік. Шекараның ең ұзақ өтетін жер осы екен. Енді бұйыртса Монғолияның шекарасына кіреміз. Камера бере алмайды. Мына күн түсіп тұрған жерлерде арқар, түлкі кездесіп жатыр жолда. Таудың басында мына жақта жылқылар жайылып жүр. Мына жақ беті қар болғандан күн ар жағына түсіп тұр, мына жағында аң жоқ. Аңның ізі көп, бірақ аң жоқ. Мына күн түсіп тұрған бетінде барлығы. Ресейден Монғолдың шекарасына өтіп отырып бұйыртса. Мына жерде арка деп айтады екен. Монғолдың знают. Мынау шекараның линиясы. Монғолия. Монғолияның шекарасына келіп қалдық. Қызыл үй деп аталады екен. Жақындағанда түсіру болмайды, алыстан түсіріп алайық. Әдемілік күн батып келатыр. Ровно 32 сағат жарым жүріп келдік. Баян Өлгейдің вокзалына келіп тоқтадық. Аман есен жеттік, түсіп жатырмыз.